Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Бүгін тақырыбымызды білімге қатысты, білімді болудың қаншалықты маңызы туралы. Білім сөзі бұл бір мәселені жан-жақты анық-қанығына дейін жіті түсіну деген мағынаны білдіреді. Білім ақылдылық пен парасаттылықтың белгісі, ал білімсіздік мұның қарама-қайшы мағынасы. Ақылды адам ой қабілетімен бір нәрсені түсінуге, соны анық-қанығына жетуге тырысады. Ал надан басындағы ақылын, бойындағы қабілетін дұрыс қолдана алмайды. Сондықтан білімді адам жарық шам секілді, білімсіз надан қараңғы түн сияқты дейді. Ислам діні білім алуды парыз деп санайды. Дініміздің осы тұсы исламның хақ екенін дәлелдей түссе керек. Өйткені дүниеде білім мен ғылымды парыз санайтын исламнан басқа дін жоқ. Демек, білімді тек ислам ғана қажет санап, барша мұсылмандарды білім алуға, яғни үндейді, шақырады. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтады, білім алу әрбір мұсылман ер мен әйелге парыз дейді. Тағы да айтады, тал бесіктен жер бесікке дейін білім үйреніңдер деп пайғамбар насихат жасаған. Қасиетті Құранның алғашқы түскен аяты білім алуға шақырады. Ең алғашқы түскен аяты оқы деп, яғни басталған. Оқу мен жазуды игер деген мағынаны береді. Тарихта мұсылмандардың әрбір жас кәрісі, ер әйелі білімнің тал бесіктен жер бесікке дейін парыздығын сезінді. Қасиетті Құран мен сүннет тағылымдарына сүйеніп, өмір сүрген мұсылмандар білім мен ғылымды негізге алып, ғаламға шуақ нұрын төкті. Нәтижесінде ислам дінінің қанаты жеткен өлкелерді ғылым, білім, мәдениет дамып, ғылымның әр саласынан есімі өшпейтіндей танымал, атақты ғалым ғұламалар шықты. Исламды білім, ғылым діні емес деп қана тек дін дұшпандары ғана айтқан. Шынында ислам дін дұшпандары ойлағандай ешқашан ғылым білімге қарсы болмаған ешқашан. Қайта надандыққа қарсы тұрып, білімді болуға адамзат баласын шақыратын болған. Бүгінгі күні ислам дінінің нағыз ғылымның қайнар бұлағы екенін тек қана адамдар ғана жоққа шығарады. Яғни мойындамайды. Өйткені ислам дінінде тіпті дәрет, намаз, ораза, зекет және қажылық секілді құлшылықтарды орындау үшін де оны ғылыммен, біліммен үйрену арқылы талап етіледі. Сондықтан ислам дінінің білімге деген көзқарасын білгісі келген жанның Құран кәрим мен пайғамбар хадисі арқылы оқып білуіне болады. Құран кәрим мен хадис шәріптерде білімнің артықшылығы мен қадір қасиеті жайында көптеген, яғни мысалдар айтып өткен. Мысалы, Аллах тағала Құранда айтады, адамдарға баян еткен бұл мысалдарды ғалымдар ғана түсіне алады деген, яғни Құран аятын түсіреді. Құранды түсіну үшін адам ең алдымен ғылымға деген ден қою керектігін түсіндіреді. Білім мен ғылымның қадір қасиеті туралы Аллах тағала қасиетті Құранда былай дейді: білетіндер мен білмейтіндер бірдей бола алмайды деп Құранда келеді. Байқасаңыз, осы аятта Аллах тағала сұрақ қою арқылы білімнің қадіріне меңзеп, білімді мен білімсізді салыстыруға шақырады. Әрине, білімділер мен білімсіздер тең бола алмайды. Білімді әрқашан жоғары, артық болып тұрады. Ал білімсіз ол төмен әрі, яғни кем болып тұратындығын айтады. Енді білімнің маңыздылығы туралы хадистерден қарайтын болсақ, ардақты пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам хадис шәрифінде былай дейді: кімде-кім білім іздену жолына түсетін болса, онда Алла оған жәннатқа апаратын жолды жеңілдетеді. Шынында періштелер міндетті түрде білім іздеушіге разы болғанын білдіріп, қанаттарын жаяды. Шын мәнінде ғалым үшін міндетті түрде аспандағы әрі жердегі бүкіл нәрсе, тіпті судағы балық та Алладан оның күнәларының кешірілуін тілеп тұрады. Ал ғалымның қарапайым құлшылық етушіден
артықшылығына келер болсақ, оның артықшылығы аспандағы толық айдың басқа жұлдыздардан айрықшаланып тұрғаны секілді. Шынында ғалымдар пайғамбарлардың мұрагерлері, ал пайғамбарлар болса өздерінен кейін динар, дирхам қалдырмаған, олар тек білімді мұра еткен. Кім бұл білімді алса, онда ұлы сыбағаға қол жеткізгендігі деген пайғамбардың хадисін жеткізеді. Міне бұл хадисте ғылым иелерінің мәртебесі ашық баян етіледі. Білім жолында жүргендердің исламда қадір қасиеті биіктей түседі. Өйткені білім талабы үлкен дәреже. Білім алған, біліміне амал жасайтын ғалымға аспандағы періштелер де, жердегі адамзат пен жан жануарлар да Алладан кешірім тілеп тұратындығын айтқан. Өзгенің тілеуін тілеп дұға ету деген сөз, яғни демек, ғалым адам оқыған білімнің халықты хақ жолына шақырғаны үшін Аллах тағала оны жақсы көреді. Ел жұрты да ондай ғалымды сыйлап, құрмет көрсетеді. Білімін пайдаланушылар да, тіпті судағы балық та оның тілеуін, яғни тілеп тұрады. Бір күні Мұғауия сахаба риуаят еткен хадисте пайғамбарымыздың мына хадисін айтады: Аллах тағала кімге жақсылық қаласа, оны шариғат білімдерінің білгірі қылып қояды. Ал мен тек бөліп беруші ғанамын. Алла береді. Әрине бұл үммет Алланың ісі тұрғанынша Алланың әмірінде тұрмақ. Оларға қарсылық көрсеткендерден зиян жеткізе алмайды деген осы хадис шәріпті тақылап көрсек, Аллах тағала кімге жақсылықты қаласа, оны шариғат білімдерінің білгірі қылып қояды екендігін айтады. Демек, діни тағылымдарды, діни мәселелерді, сөздерді, шариғат мәселелерін дәрет, намаз, ораза, қажылық, тағы басқа шариғи мәселелерді білу, оны жақсы түсініп, басқаларға үйрете алу пенде үшін үлкен бақыт әрі Алланың берген бағы. Өйткені пайғамбарымыздың айтуынша мұны Аллах тағала жақсы көрген пендесіне береді екен. Алла жақсы көрген пендесін шариғатқа жүйрік етіп, дәрет, намаздан бастап барша діни мәселелердің жауабын білетін маман қылып қояды. Демек, пендесіне Аллах тағала жақсылықты қалағандардың бірі белгісі дінде, яғни ғалым болуы. Осы хадистегі шариғат мәселенің білгірі деген сөзінің, яғни мағынасы, фақих шариғатта бір мәселені жан-жақты зерделеп, терең түсіну дегенді білдіреді. Міне, дініміздің фақиха болу, шариғат мәселені терең түсіну екі дүние үшін де өте қажет. Шариғат білгірі деп иман мен күпірлік, мұсылман мен мұнафиқ, сауап пен күнә, адал мен арам, жәннат пен тозақ, қай амал жәннатқа, не нәрсе тозаққа жетелейді деген мәселелердің ара жігін ажыратып, оны терең түсініп, сұрақтарға жауап бере алатын адамды айтамыз. Ал мұны оқу білу бақыты Алла нәсіп еткен адамға ғана бұйырады. Мұндай адамның дәрежесі пайғамбарымыз айтқандай, бір фақих ғалым 1000 құлшылық қылушыға қарағанда шайтанға қарсы күшті әрі басым келеді деген. Хазіреті Мұхаммед алейхиссалам жоғарыда хадисте мен тек бөліп беруші ғанамын, Алла береді деді. Яғни мен Алланың берген білімін сендерге жеткізушімін, ал шын білімді Алланың өзі береді деген. Міне пайғамбардың хадисінің соңында әрине бұл үммет Алланың ісі қиямет болғанша Алланың әмірінде тұрады. Оларға қарсылық көрсеткендер зиян жеткізе алмайды дейді. Хадистегі Алланың ісі деген сөзден мақсат қиямет қайым болғанша деген мағына аңғарылады. Сонда мұсылман үмбеті Алланың әмірін ақырзаман болғанға дейін орындап жүретіндігі туралы хабарын сүйіншілеп тұр. Дегенмен барлық үмметі ішінде Алланың әмірін әрқашан орындап жүрушілер қиямет қайымға дейін болуы анық. Сонымен қатар осы хадис ислам үмбетіне қарсы шығып, оны жер бетінен жойып жіберуді қалайтындардың да болатындығын ескереді. Бірақ ондайлар ислам үмбетін жоқ ете алмайды. Мұны пайғамбар хадисінде айтып отыр. Міне, араб мүшриктері де әуел бассақ
бірігіп ислам дінін жоқ қылып жіберуге тырысқан. Деректерге жүгінсек, мұсылмандардың жеңілісімен аяқталуына сәл-ақ қалған сәттер болған. Алайда Аллах тағала көмегімен аз санды мұсылмандар көп санды мүшриктерді талқандап жеңіске жетті. Сол замандағы теңдесі жоқ Рум, Парсы мемлекеттері де ислам дінін жоюды көздеген еді. Дегенмен олардың да мақсаты амалға аспады. Бұл екі мемлекет Құдайдың құдіретімен құлап, ол жердегі халықтар түгелімен исламды қабылдап мұсылман болған. Яһудилердің де мұсылмандарға көрсетпеген, яғни қалмағаны әртүрлі зұлымдықтар көрсеткен. Бірақ олардың басында да өздері мұсылмандарға істеген күн туды. Насаралардың кірес жорығына қанға батып, жоқ болуын аз қалғанда мұсылман үмбеті жағынан қорғауға алынып, жау тартып алынған жерлерін қайтарылды. Одан кейінгі замандарда да исламға қарсы жауыздық жасағандар кем болған жоқ. Осы қарсылықтардың барлығының ислам жеңіліс табатындай көрінетін. Бұл хадисте пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам көріп келдікпен айтқан хабарын білмейтін, мұсылмандар жеңістен үміттенбейтін, бірақ дұшпанның исламға қарсы жасаған жауыздығы қауқарсыз болып, пайғамбарымыздың болашақ туралы айтқан осы мұғжизасы өз көрінісін көрсетті. Міне, талай тарихтан көрсек, жаңағы ислам дінін жойып жібермекші болған Шыңғыс ханның әскері де барша мұсылмандар қанша қырса да ислам діні жойылып кеткен жоқ. Дін өз несімен Алланың діні қияметке дейін болатындығын көрсетті. Міне, баршамызға белгілі кешегі 300 жылға дейін созылған бодандық дәуірі 75 жылдық атеизм кезеңі халқымызды ата-баба дінінен алыстатып, рухани тоздыруға дейін жеткізді. Дегенмен егемендік алып тәуелсіз ел атанғанның арқасында дінімізге еркін жол ашылды. Сол үшін тәуелсіздіктің сыйын жақсы бағалап, ол қызымызды иманды етіп тәрбиелеу мақсатында мешіт жанынан ашылған сауат ашу, Құран курстары қатыстырып, діни білімді жетілдіру уақыт талабы. Балаларыңызды да жастайынан ілімдіге, яғни еліміздегі білімдікке, мешіт медреселерге, рухани көкжиегін кеңейткені дұрыс. Егер біз діни сауатты, яғни дінімізге берік, иманымызға кәміл болсақ, бізге ешқандай жау жеңе алмайды. Бүгінгі қазақ халқының талай ғасырдан бері мұсылман болуы сол діни білімді атадан балаға жеткізіп келуінде. Өйткені сонау заманда моңғолдарға ата-бабалардың басын шаптырса да, иманы мен арын шаптырмады. Міне, сол ата-бабамыздың дұғасымен, тілегімізбен, мұрасымен білімі бүгінгі ұрпақ бар. Ол ұрпақтың тәуелсіз мемлекетте, міне, осы еліміз, Аллаға шүкір. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам хадис шарифінде айтқандай, Аллах тағаланың бұл дүниеде білім ошақтарын іздейтін періштелері бар. Ол періштелер білім үйреніп отырған ортаны көрсе, біріне бірі мына мекенге келіңдер, сендердің іздегендерің осы жерде деп, сол ортаны қоршап, біліп үйреніп жатқандармен бірге отырады. Ал ғылыми мәжілістен қайтып періштелер Алланың құзырына барғанда, Аллах тағала оларға: сендер куә болдыңдар, мен сол жерде, яғни ғылым үйреніп отырған баршаның күнәсін кештім дейді. Сонда бір періште айтады: о жаратқан Алла, әлгі орында пәленше атты кісі болды, бірақ ол білім алу үшін емес, өзінің бір қажеті үшін келіп еді дейді. Сонда Аллах тағала: сендер куәгер болдыңдар, мен оның да күнәсін кештім дейді. Міне, Аллах тағаланың бұл кеңдігі, рахымдылығын көрсетеді. Қорыта айтқанда, ислам дінінің басты мұраты білім кәусәрімен әрбір мұсылман баласын діни әрі дүнияви илімдермен сусындандыру. Жер бетінде ғылым білімді исламдай ардақтайтын діни немесе қоғам болмаса керек. Өйткені мұсылман жұртының қасиетті кітабы Құран Кәрімнің ең бірінші түскен аятында жаратқан Раббыңның атымен оқы делінген. Осының өзі адамзатты білімге жетелейтіндігі белгілі. Бүгінгі еліміз білім алушыға барлық жағдай жасаған. Міне осы білімді болу, пайғамбарымыз айтқандай, әрбір ер мен әйелге парыз деген. Баршамызды
білім иелерінен қылсын, ұрпақтарымызды ғалым, фақих, нағыз еліне, жеріне қызмет ететін азаматтар болуын Алла нәсіп етсін.